Бұл мен. Ал мынау менің отбасым. Қазір жағдайымыз жақсы, бізде бәрі бар. Бірақ бұған дейін біраз қиналдық. Әкемнің жұмысы жабылып қалғанда анам қатты уайымдады. Сосын әкем көмек беретін жерге барды. Онда отбасын асырай алмай отырған жандарға қолдау көрсетеді. Бұрын барлығы келіп көмек сұрай беретін. Ал қазір енді ондайға жол берілмейді. Себебі олар арнайы көмекші береді. Ол отбасы көмекке шынымен мұқтаж ба, жоқ па, соны тексереді. Әлгі көмекші бізбен бірге болып, әкем жаңа жұмыс тапқанша көмектесті. Қарындасыма жаңа мектеп формасы берілді. Мұнда кел, бір отбасымыз ғой. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстандағы атаулы әлеуметтік көмек ашық әрі әділетті болып, адамдарды еңбек етуге ынталандырады.